Енді бүгін деген аналар көзімен акциясы атты бүгін шара өтті. Өте керемет деңгейде, жоғары деңгейде өтті. Біздер аналар өзіміздің балдарымыздың осы кезге дейінгі уайымымыз бүгін жоғалды деуге болады. Бүгін біздердің уайымым өзімнің атымнан, өзімнің отбасымның атынан осы әскери 25-те 744 әскери бөлімінің басшылығына, осы шараны ұйымдастырған адамдарға, жаңа ханымға үлкен алғысымды айтамын. Аналарға енді тек балдарымыздың осы отан алдындағы борышын абыроймен атқарып, елдеріне оралуын жақсы жаңалықпен, жақсы өздерінің күш жігерімен барсын деп ойлаймын. Бүгін енді акция армияда барлығын балдарымыздың бір күндік өмірін көрсетті. Балдарымызбен отырып тамақтандық. Балдарымыздың қандай деңгейде солдат болып өмірге деген құлшыныстарын, өмірге деген ер азаматтық міндеттерін атқарып келеді деген нық сенімімді бүгінгі шарадан кейін мен өзім мол сеніммен аузымды толтырып, рахметімді айтып, сеніміммен осылай балдарыңызды армияға жіберіпке болады деп үлкен сеніммен айта аламын. Аналар атынан рахметімді білдіремін.